Бүгінгі тақырыбымызда от досымыз, от жауымыз. Бүгінгі қауіпсіздік ережелерінің бірі өрттің қаншалықты қауіпті екенін білейік. Жалпы от деген сөзді қалай түсінесіздер? От өмірімізге қуат беріп, бойымызды жылытады. От өмір сәні, отсыз тіршілік жоқ. От жағылмаса тамақ піспейді, үй жылымайды, ал тамақ ішпесек бойымызға қуат бітпейді. Бойымызда қуат болмаса өмірге деген қызығушылығымыз жоғалтады. От қалай пайда болған? Ерте заманда алғашқы адамдар отты пайдалануды найзағайдан түскен оттан үйренеді. Сол найзағайдан түскен отты сөндірмей пайдаланады. Барлығы аң аулауға кеткенде бір адам от басында қалатын болған. Тамақты пісіріп жеді де найзағай оттың астында қалған еттен байқаған. От астында қалған ет шек еттен дәмдірек екенін байқап, асты пісіріп жеуді үйренген. Сол заманнан ақ оттың өте маңызды екенін аңғарған. Біздің ата-бабаларымыз шөбі көп жерде отты жер деп бекер айтпаған. Отты жер, қуатты жер, мал біткенге күш қуат беретін жер. Үйде қазақ халқы отпен теңестіріп отырған, тұратын үйін отау үйесі, отағасы деп атаған. Отсыз тоңып жаураған адам ешқандай еңбек те істей алмайды. Сонымен от өмірімізге десек те, оның әлемге жайылған алапаттың бірі өрт қауіпін шығаратынын да естен шығармағанымыз жөн. Өзіміздің ұқыпсыздығымыздан немесе байқампаздығымыздан кейде өрттің қалай күш алып кеткенін де байқамай қаламыз. От өрісі кең түбір. Енді осы от түбіріне байланысты сөздерді терсек, отағасы, отау, отарба, яғни мұның шығатын нәрсе от сөзі, жылылықтың белгісі, іспеттес, оттың пайдасы қатар зиянды жағы да жоқ емес. Отпен ойнама күйесін деген сөзді жалпы балаларымызға жиі айтып ескертіп отырғанымыз жөн. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.